қазақ эстрадасының жұлдызы Кенжебек Жанәбілов жеке өміріне қатысты тың мәліметтермен бөлісті. Әнші жары екеуінің қарым-қатынастарына іріткі салып, олардың отбасын бұзғысы келген адамдар болғанын айтты. Алайда ерлі-зайыптылар бұл қиындықтарды бірге еңсеріп, жанұясын сақтап қала алған. Музарт әншісі жаман пиғылды адамдардың әрекеттеріне қарамастан ешкімге отбасын ойрандауға жол бермеген. Кенжебек Жанәбілов бұл қиын жағдайлардың барлығына төзе біліп, әрдайым қасынан табылған жарына алғыс білдірді. Не айтқым келеді? Жұбайыма Құдай сабыр берсін. Екеуміз ең бастысы бала-шағамыздың қызығын көріп жүре берейік. Біздің отбасымыздың арасына ойранын салғандар да болды. Көптеген адамдар қызығушылық танытты. Оны өзі де біледі, бірақ соның барлығына төзе білді. Сол үшін мен басымды иемін, деді әнші. Айта кетейік, бұған дейін Кенжебек Жанәбіловтің әсерлі сұхбаты жайында жазған болатынбыз. Өнер иесі сынақпен келген ұлы жайлы айтып жатып, тікелей эфир кезінде көз жасына ерік берді. Әншімен сұхбаттасқан жүргізуші Айда Боранбай да көз жасын тыя алмаған.